Вадим Тимошиннің мәдениет басқармасының бастығына өкпесі қара қазандай. Айтуынша, алғашында ресейлік жұлдыз Валерияның концертін Николай Погодин атындағы драма театрында өткізуге келісіп қойған екен. Қазір құжаттарымыз реттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр деп сылтауратып, жазбаша келісім шартта кейін жібереміз депті. После концерта Агутина. Былтырғы Агутиннің концертінен кейін барлық қырсық басталды. Сонда мен мәдениет басқармасының бастығына тегін билет беруден бас тартқанмын. Содан кейін дұрыс іс-шара ұйымдастыра алмай жүрмін. Осы жолда алдымен ауызша келісімін беріп, кейін кешіріңіз, зал бос емес деп қайтарды. Дегенмен театр басшылығы да шенеуніктерде Вадим Тимошин бізге алдын ала келіп айтқан емес дейді. Тек өзі сұраған 16 ақпан бос болмаған көрінеді. Әйтпесе біз ешқашан олардың қолынан қаққан емеспіз деп отыр. Возможность аренд. Театрдың залын жалдау біздің репертуарымызға байланысты. Біздің күршек емеспіз. Ең бірінші осында облыстық деңгейдегі шаралар өтеді. Сосын ғана залды жалдамаға ұсына аламыз. Ал Тимошин мырза жұлдыздардың кешін ұйымдастырар алдын ала жоспарлау қажет. Ал облыстық мәдениет басқармасындағылар ақпанның 16-сына өзіміздің шараларымыз жоспарланып қойған. Ал одан бұрын ешқандай келісім болған емес дейді. Данное мероприятие проводится согласно утвержденному плану. 16 күнгі іс-шара алдын ала бекітілген жоспар негізінде өткізіледі. Біз бұл жоспарларды 4 айда бір бекітеміз. Ол күні біздің өз іс-шарамыз бар. Оны Тимошин мырза хабарласпай тұрып-ақ бекіткенбіз. Сондықтан Тимошин мырзаның бізге қарсы айыбы негізсіз деп ойлаймын. Проще сказать, бір сөзбен айтқанда, билікке шығар алдында қандай да бір іс-әрекетін қаржы полициясына хабарламас бұрын ойлану қажет екеніне көзім жетті. Ертеңгі күні не болатынын сараптап алу қажет, бірақ бизнесіңмен қоштасуға тура келеді. Нәтижесінде Валерияның концерті басқа орында өтетін болды. Ал әншінің жарнамасына бірталай ақша жұмсаған бизнесмен енді шығындарым көп болып кетті деп отыр. Өйткені барлық жоспарды қайта құру қосымша қаражаттарды талап етеді.